Сәлем достар, бүгінгі біздің сабағымыз 4-ші сыныптың Smiles кітабы 5-ші бөлім 70-ші және 71-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Match the words to the pictures, then listen and check. Суретке қарап, қайсы сөз, қайсы суретке сәйкес келетінін жанында жазылып тұрған әріптермен белгілеп жазамыз. Ең бірінші campfire, ол ортада жанып тұрған алау, костер, и әріпімен белгіленген. Екінші firewood, ол дрова, қазақшасы отын, әріпімен белгіленген. Үшінші rope, бұл арқан, веревка, әріпімен белгілейміз. Төртінші fishing rod, ол удочка, яғни балық аулайтын қармақ, әріпімен белгілейміз. Бесінші first aid kit, ол аптечка, яғни бірінші көмек қорапшасы, әріпімен белгілейміз. Алтыншы blanket, ол одеяло, яғни көрпе, әріпімен белгілейміз. Жетінші camp stove, ол шағын электр пеші, әріпімен белгілейміз. Сегізінші cool box, ол көк қорапша тұрған суреттегі. Табиғатқа саяхатқа шыққанда жейтін тамақтарымызды соның ішіне салып шығамыз. Салқын ұстап тұру үшін арналған. Тоғызыншы whistle, ол ысқырғыш, әріпімен белгілейміз. Оныншы penknife, ол пышақ, әріпімен белгілейміз. Келесі тапсырма 6-шы read and find the words. Бұл жерде сөйлемдерді оқып, аударып, қай сөйлемге қандай зат сәйкес келетінін тауып жазамыз. Ең бірінші you use this when you get hurt. Сіз жарақат алған кезде қолданасыз дейді. Ол first aid kit, яғни аптечка. Екінші you use this to make a fire. Сіз алау жағу үшін оны қолданасыз дейді. Демек ол отын, firewood. Үшінші you make a sound when you use this. Сіз оны қолданған кезде дыбыс шығады дейді. Демек бұл whistle, ысқырғыш. Төртінші сөйлем you can get warm near this. Сіз оның жанында жылынасыз дейді. Демек бұл campfire, костер, алау. Бесінші you can cook on this. Сіз онымен тамақ пісіре аласыз дейді. Демек бұл camp stove, шағын электр пеші. Алтыншы you can use this to tie something. Сіз оны бірдеңе байлау үшін қолданасыз дейді. Демек бұл rope, арқан, веревка. Жетінші you use this when you are cold. Сіз тоңған кезде оны қолданасыз дейді. Демек бұл blanket, одеяло, көрпе. Сегізінші you can use this to cut things. Сіз оны бірдеңе кесу үшін қолданасыз дейді. Демек бұл пышақ, penknife. Келесі you can use this to catch fish. Сіз оны балық аулау үшін қолданасыз дейді. Демек бұл fishing rod, қармақ, удочка. Оныншы you can keep your food in this. Сіз тамақтарыңызды оның ішінде сақтайсыз дейді. Демек бұл cool box, салқын қорапша. Келесі тапсырма 7-ші complete the sentence use must or mustn't. Бұл сөйлемдерге must немесе mustn't етістігін қойып жаз дейді. Ең бірінші сөйлемде must қойылып тұр. Екінші сөйлемде you take a tent, a sleeping bag and a whistle with you. Сіз табиғатқа шыққан кезде өзіңізбен бірге шатыр, ұйықтау қапшығы және ысқырғыш аласыз дейді. Бұл бізге қажет, сол үшін
must етістігін қойып жазамыз. Келесі, you cook on a camp stove. Сіз шағын электр пешінде тамақ пісіресіз дейді. Бұл дұрыс, сол үшін must етістігін қойып жазамыз. You must cook on a camp stove. Төртінші, you go near wild animals. Сіз жабайы жануарларға жақын жүресіз дейді. Бұл дұрыс емес, сол үшін must'ын қойып жазамыз. You mustn't go near wild animals. Бесінші, you take a first aid kit with you. Сіз өзіңізбен бірге аптечка аласыз дейді. Бұл дұрыс, сол үшін must етістігін қойып жазамыз. You must take a first aid kit with you. Алтыншы, you eat wild fruit and vegetables. Сіз жабайы жемістер мен көкөністерді жейсіз дейді. Бұл дұрыс емес, сол үшін must'ын қойып жазамыз. You mustn't eat wild fruit and vegetables. Жетінші, you keep your fruit in a cool box. Сіз тамақты салқын қорапта сақтайсыз дейді. Бұл дұрыс, сол үшін must етістігін қойып жазамыз. You must keep your fruit in a cool box. Сегізінші, you go for a walk alone. Сіз жалғыз жүресіз дейді. Бұл дұрыс емес, сол үшін mustn't етістігін қойып жазамыз. You mustn't go for a walk alone. Осымен балалар, тапсырмаларды сәтті орындадық. Сөздерді жаттап, 8-ші тапсырмаға қараймыз. 8-ші тапсырмада досыңмен табиғатқа шыққанда не істеу керек, не істемеу керек, сол туралы сөйлес дейді. Сөздерді жаттап, достарыңмен сөйлесіп, сөздік қорларыңды арттырыңдар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.